Ассалаумағалейкум баршаға, сіздер менен Ықылас Аралбаев. Бүгінгі сабағымызда уже зор тема, яғни дом деген нәрсеменен танысамыз. Бұл өзіміздің білген һәм көптен күткен баттынды басқан уақытында HTML-дағы JavaScript-те қайсыдыр функция шақырылып, экранға бір нәрсе келіп шығуы болмаса, соңғы нәрсе, яғни дом деген нәрсені білетін шығарсыз деп ойлаймын. Білмейтін болсаңыз жібереміз бар. Қазір түсіндіремін. Хоп, дом дегеніміз не? Бізге ол не үшін керек? Қараң. Дом дегеніміздің тарқатпасы жазып қоямын неге? Дом бұл документ object model. Яғни документ дегеніміз не? Документ дегеніміз бұл өзіміздің білетұғын HTML файлымыз. HTML файлымыз білетін болсаңыз документ деп аталады. Һәм объект дегеніміз не екенін точно білесіз. Яғни біз өткен сабақтарда JavaScript-те өттік объект дегенді. JavaScript-тегі API объект айтып тұрды. Енді модель болғаннан ондай модель емес. Модель бұл документтің объект көрінісі деген мәнінде бізге айтып отырды. Документтің объект моделі. Хоп, бұл бізге не үшін керек? Қараң. Бізде документімізді объект көрінісінде, полный осы тұрған документімізді JavaScript-тен тұрып, объект көрінісінде өзімізге алуымыз мүмкін болады. Һәм одан қалеген атрибутынан, қалеген пропертисінен бізде пайдалануымыз мүмкін болады. Енді қандай болады? Бізде оның ішіндегі қараң, тегілерді өзгертуіміз мүмкін, оларға мәнісі кіртуіміз мүмкін, олардағы қандайдыр мәнісілерді алуымыз мүмкін, инпутлардың value-ларын алуымыз мүмкін. Һәм ең қызығы біздер JavaScript-тен тұрып, клиентпенен face to face сөйлесеміз кәдімгідей. Сөйлесеміз болғанда енді прямой мәністі емес, біздердің веб-сайтты сөйлеседі. Яғни мысалы үшін жаңағыдай кнопканы басқан уақытында чың деп зат шығып келеді, ямаса форманы толтырған уақытында мәліметті алып, ол бэкэндке жіберулеріне дейін әммесі бізге дом керек болады. Түсініп қоя? Енді қараң. Яғни бұл жаңағыдай жаргонный жалпақ тілмен түсіндіргенде HTML менен JavaScript-тің байланысы. Біз сол арқылы байланысымыз мүмкін болады. Енді қараң. Бізде бірінші боп документ деген нәрсені көруіміз керек болады. Біз мына жақта браузерді ашып қойыпман, одан консолды ашаман. Неге? Енді уже өткен сабақтардағыдай андай деп бөліп қоймаймын да, негізі бұл бөліп тұрады екен. Енді нормально өтеді, просто кейінгі сабақтарға бізге қолайлы емес. Енді қара. Мына жаққа келемін да мен console.log һәм қара. Документ деген үлкен объектті консольға шығарып қоямын. Яғни бұл нәрсені мен айтуымыз мүмкін, документ деген нәрсені жаратпадым ғой деп. Бұл өзіміздің JavaScript-тің өзінде бар. Яғни браузердің өзі ол нәрсені түсінеді. Ал айтып тұрып саған ететін болсақ, һәм браузерге қараймын, менде документ деген нәрсе келіп шығады. Үстіне ховер қылып мышканы апаратын болсам, полный экранды көк қылып атады. Бұл дегені сенің сайлап тұрған нәрсең мына барлық, браузердегі әмме нәрсе, браузерді ашып қойған HTML файлындағы әмме нәрсе соның ішінде деп айтып отыр бізге. Оның ішіне кіретін болсақ, ішінде зат бар. Документ бар, HTML бар, яғни HTML бұл тег. HTML ішінде hit деген тег бар, оның ішінде body деген тег бар. Body тегіне қарайтын болсақ, ішінде margin ба, padding ба бар. Көрдік пе? Оның ішінде өзіміздің жазып қойған кодлар. API, мысалы үшін ішіне кіріп тұрып, h1 ассалама алейкум демен. Экранға шықты ма? Шықты. Һәм біз документіміздің ішіне кіретін болсақ, һәм оның ішіне body'нің ішіне кіретін болсақ, өзіміздің жазып қойған нәрсеміз шықты, көрдіңіз бе? Біз JavaScript-тен тұрып өзіміздің HTML-дағы мәліметтерді, элементтерді алдық. Енді сұрау бізге бұл не үшін керек? Осы не үшін керек екенін айттым, біздер одағы мәліметтерді алып, өзгертуіміз мүмкін болады. Енді қараң, документтің бізге беретін нелері бар? Bir qancha metodlar ham propertylar бар. Juda ham ko'p. Bizga pastdan o'sha dokument nesmenen obyektini yasaymiz. So'ngdan bu bizda dokumentning obyekt ko'rinisi. Tushundingmi? Endi qarang, biz konsolga dokument chiqarib qo'ymaymiz. Bizlar prям h1 ning o'zini JavaScript'ten turib olishimiz kerak bo'ladi. Onun uchun qarang, ba'zida sizga HTML da o'rgatayotgan vaqtimda, agar shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, HTML-da tikardan klasslar ko'proq CSS-da пайдаланылады. ID-ler, ya'ni o'zimizning ID-ler JavaScript-da ko'proq пайдаланылады deb aytib ketib edim. Bu ne uchun? Себебі бізде ID-ler уникальный болады.
Уникальный дегені енді қазақшасы, егер білмейтін болсаңыз, takrorlanбас болады. Яғни біздер ID-ді бір элементке берген ID-ді екінші элементке бермейміз. Бұл уникальный болады. Енді қараңыз, бізде ID арқылы берейік. То есть HTML элементімізге ID берейік. Қандай ID? Мысалы үшін апай текст. Һәм бізде сол ID-сі арқылы JavaScript-те тұрып, соны select қылып алуымыз мүмкін болады. Яғни CSS-те білесіз, андай не қылатын едік? Ерінбейтін адаман, ашаман, мысалы үшін решетка қойып тұрып текст дейтін болсақ, HTML-дағы текст деген ID-ді элементті алып атырған болатын екен. Ал енді JavaScript-те бұл сәл басқашалау. Бізде оны алуымыз үшін текст деп ID бердім, оны кетпен бөлуді. Алуымыз үшін бұны өшіп тұрамын. console.log. Енді жаңа документтің ішіндегі .get element by ID деген методынан пайдаланамын. Яғни аты айтып тұрды, өткен сабақ функцияны түсіндіріп отқан уақытында сізге айттым. Функция аты сол дәрежеде болу керек, қаншалық ұзын болуы қызық емес. Бұл өзінің вазифасын полный түсіндіріп беру керек деп. Берді түсіндіріп тұрды. Енді нормальный бас дейтін адам get element, яғни элементтерді алу by ID, яғни ID-сі арқылы деп атыпты. Енді қараң, get element by ID деп тұрып, ішіне string қылып тұрып, яқта өзімнің ID-імді беремін, текстегі ID-ді. Көрдіңіз ба? Енді сохранить етіп тұрып қарайтын болсақ, полный элементті маған әкеп берді консолға. Көрдіңіз ба? Енді бізде бұның өзінен пайдалануымыз мүмкін болады. Бұны енді біз өзгерушіге алып қоймыз керек болады. Енді өзгерушіге қояйық. Константа, мысалы үшін текст тең. Bu yerде өзгерушін білесіз, енді өзіңіз қалегенше жаза бересіз. Мен аспаннан алдым. Текстің өзгерушіге алдым. Һәм console.log текстке қарайтын болсақ, уже текстіміз өзіміздің жаңағы элементімізге тең болды. Енді біздер точка дейтін болсақ, оның ішінде атрибутлар бар да, неге? Атрибутлар бар, методлар бар. Көрсіз ба? То есть property-лар бар. Property һәм методлар. Значит, бұлан бізде объект. Жаңа айтқанымдай, бұл объект өкіде береді енді. Енді h1-ымыз тұрды, мұның ішінде білеміз. h1-ның ішінде ассаляму алейкум деген өзіміздің текстіміз бар. Сол текстті алуымыз мүмкін, оның текстін өзгертуіміз мүмкін. Қарайтын болсақ, оның ішінде ID деген атрибуты бар. Ол атрибутқа біз қандайдыр нәрселер қосуымыз мүмкін, басқа қосымша атрибутлар қосуымыз мүмкін. Солардың бәрін қазір көріп шығамыз. Текст дедік. Һәм text.inner.html дейтін болсақ, бізге неге ассаламу алейкум деп шығады. Яғни бұл не болды? Бізге h1-ның ішіндегі inner.html, яғни HTML-ның ішіндегі контентті шығарып берді. Егер оның ішінде h1 тұрды, h1 тұрды, h1-ның ішінде параграф ашып қоятын болсам, ассаламу алейкум деп, уже маған ішіндегі HTML-ді әкеп береді. Полный. Егер текст болатын болса, просто текст әкеп береді. Егер HTML бұзат болатын болса, оны ем әкеп береді. Ол түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараң. Пока бұның ішіне шұқыр кіріп кетпейміз де, просто элементлерді HTML файлдан қалайынша алуымыз мүмкін. Оның қандай жоллары бар екендігін қазір көріп шығайық. Яғни бұл бірінші жолы, get element by ID. Енді екінші жолы бар, константа. Мысалы үшін таза бір элемент жаратайық та. Класс арқылы жаратайық. Контейнер. Енді уже контейнер деген элемент бар. Енді біз бұяққа келіп бір контейнер дейміз. Тең document.get elements by class name. Уже қарап отқан болсақ, бұл жерде get element by class name болады. Бұл жерде get ID болады. Бұл жерде get elements болады by class name. Яғни бұл жерде бірлік мәнінде, бұл жерде көплік мәнінде. Сол класты түсіндіріп отқан уақытында мошне қылып айтып кеттім. Elements, то есть класс деген нәрсе бұл бірнеше элементтерге беріледі оңлығы ясны. Ал ID болатын болса, ол тек қана бір элементке беріледі. Енді уже қарайтын болсақ, бізде elements, яғни бұл көп элементтерді әз бізге әкеп береді, іздейді. Біреу болса біреу, екі болса екеу, мың болса мыңын әкеп береді. Һәм өзіміздің string беріп тұрып, контейнер деп класстың атын жазамыз. Көрдіңіз ба? Енді контейнер деген элементімізді консолға шығарып көрейік.
container. Уже қарайтын болсақ мінекей. HTML collection шығарып берді. Қараңыз. Бұл arrayға ұқсаған нәрсе. Arrayда бар болған нәрселердің көбісі бұда бар. Уже қарайтын болсақ, бұл жерде өзіміздің индексі бар, һәм оның ішінде div тұрыпты. Ішіне кірсек, уже элемент суарып кетті. Мынаның бізге мына элемент деп бізге көрсетіп отырды. Түсініп қоямын? Енді консолға кіретін болсақ, HTML collection. Һәм оның ішінде мынандай атрибутлары бар. Property-лары бар, һәм методлары бар. Түсініп қоямын? Сондай болып, бір-бірінің ішіне кіріп кете береді. Енді бұл не үшін бізге именно бір штукте емес, HTML collection қылып тұрып, array-дің ішіне салып берді. Жаңа айтқандай, бұл elements деп көп элемент іздеп жатырды. Ол біреу болса ham, көп болса ham бізге HTML collection, яғни array-ға ұқсаған нәрсенің ішіне салып береді. Енді бізде мысалы үшін контейнерді 3-ке көбейтемін, 3 штук болсын. Уже мына қарайтын болсақ, HTML collection ішінде 3 элемент бар. Не үшін? Не үшін? Себебі біздер get elements by name, яғни әмме элементлерді ізле, егерде оның класы, класс неймі контейнер болатын болса дедік. Түсініп қояды? Яғни бұл бізде көп элементлерді әкеп береді. Енді бізде бияқ әкеп тұр, контейнердің маған нөліншісі керек дейтін болсақ, бір штук контейнер шығап берді. Біріншісі дейтін болсақ, бір штук. Бір штук деп тұрмын. Біріншісін әкеп береді. Екі дейтін болсақ, бізге кейінге элементтер. Білесіз, енді нөл деген себебі бізде индекслер постоянно нешеден басталады? Нөлден басталады. Соларға алуымыз мүмкін болады. Бұлан түсінікті болды деп ойлаймын енді. Хоп, енді кейінгі жолымыз HTML-ден JavaScript-ке мағлұматларды алудың кейінгі жолымыз бұл tag name арқылы. Бұл жерде жаңағыдай константа, мысалы үшін h1 дейміз, tag document.query selector деймін. Точка деймін get elements by tag name. Көрдік пе? Яғни бұл жерде жаңа айтқандай теглер көп болуы мүмкін, h1 деген көп болуы мүмкін, мысалы үшін div деген көп болуы мүмкін. Соның үшін бұл жерде элемент істеп тұрып, бізге көп элементті шығарып беріп атып, ізлеп беріп атыпты. Енді элементтің ішіне, уже бұның ішіне тегдің атын жазамыз. h1 деп тұрып, енді консолға уже h1 шығаратын болсақ, бізге мінекей бұл жерде HTML collection шығарып береді. Көрдік пе? Уже мысалы үшін яқпеттен тағы бар h1 қосатын болсақ, hello world деп бізге уже HTML collection ішінде 2-3 штук элементіміз бар. Ішіне кіретін болсақ, біріншісі өзіміздің салам алейкум, екіншісі hello world-дағы h1-ымыз. Түсініп қой? Бұл жерде фарқы жоқ. Егерде div деп тұрып, мінекей divді іздейтін болсақ, бізге тап жаңағыдай қылып divлерді әкеп береді. Көрдік қой? Зор. Енді бұл жолларым зор, бұл жоллармен көп арқайын байланысаңыз болады. Бірақ менің ең зор, ең жақсы көретұғым жолым бұл өзіміздің query selector һәм query selector all деген методым. Яғни бұл қандай болады? Ол универсал дейді. Мысалы үшін біздер константа my element деймін. Тең document.query selector деп тұрып, яғни selector. Бұл запрос арқылы өзіміздің select қылып береді. Яғни мен қайтып запрос беретін болсам, яғни мысалы үшін маған ID-сі арқылы кеп бер дейтін болсам, ID-сі арқылы тауып маған select қылып береді. Егер мен class name арқылы маған әкеп бер дейтін болсам, маған class name арқылы іздеп тауып береді. Енді ол қаттан біледі менің класс ямызға ID кіртіп атқанымды. Тап сол кезде біздер нені еслейміз? Өзіміздің CSS-ді еслейміз. CSS-ді қандай еді? Егер біздер ID арқылы беретін болсақ, іздейтін болсақ, алатын болсақ, жұртты қоямыз. Ал егерде біздер класс name арқылы алатын болсақ, точка қоямыз. Ал tag name арқылы select қылатын болсақ, ешнәрсе қоймаймыз, прям тегдің атын жазып кетеміз. Бұл жерде тап сондай. Бұл жерде палау жедім палау. Мысалы үшін text деген ID-де элементті алайық. ID беремен text деймін неге. Console.log мысалы үшін my element деймін. Маған text деген ID-лі элементті әкеп береді. Көрдік қой? Сондай. Енді мысалы үшін query selector .container дейтін болсам, мысалы үшін my element container дейтін. Атам таусылып қалды, ат беруім. Көрдік қой?
div de kelip berdi, контейнер деген класс бар. Енді қызық. Бізде контейнер деген класс 3 элементі бар. Не үшін бұл бізге бір штуганы әкеліп беріп отыр? Қалғандары не? Сондай. Еріп келген ба дегендей зат болуы мүмкін, иә? Бізде себебі мына query selector дедік. Егер бізде query selector all дейтін болсақ, ондай метод бар. Query selector all дейтін болсақ, уже бізге мінекей node list шығарып береді. Бұл node list сол HTML collectionға ұқсаған нәрсе. Бірнеше элементтерді бізге әкеліп береді. Көрдік қой? Бізде орғалы, иә, неден мысалы үшін 0-ші, 1-ші деп алуымыз мүмкін болады элементтерді. BM алып. Көрдік қой? Яғни қалайсаңыз мына жолдардан пайдаланып, қалайсаңыз мына жолдар, олар енді өзіңіздің қалаймыңыз. Маған постоянно осы жолдан пайдаланамын көбінесе. Себебі бұл мен арқайын қалеген нәрсені жазып кете аламын. Енді жаңа айтқандай, tag name арқылы алуымыз мүмкін. My element with tag name. Енді бұл жердегі нәрсені білесіз, мен яттан алып жатпан, егер өзгеруші беріп алам. Постоянно қиын нәрсе. Не алсақ болады, мысалы үшін div дейді, көп div'лер. Document точка query selector all неке деп тұрып tag name жазатын болсам div. Оның алдына ешқандай белгі қойым шарт емес. Уже маған һәм div'лерді алып келіп береді. Көрдіңіз? Кстати, біздер константа body деп тұрып, тең document точка query selector body деп body деген алуымыз мүмкін болады. Консолдық body. Үлкен body деген элементіміз бар ғой, ішіне кіретін болсақ. Мына енді мына заттармен кейін танысамыз арқайын. Child notice деп қойыпты, ішінде бізде мынандай элементтер бар деп қойыпты. Енді біз арқайын кейінгі сабақтарда бұлармен таныса береміз. Бүгінгі сабақта сіздермен көріп шығуымыз керек болған заттар осылар еді. Бізде документімізден элементтерді HTML-ымызда элементтерді қандай қылып JavaScript-тен тұрып select қылып алуымыз мүмкін болады. Һәм олардың үстінде енді қалеген әмелдерді өткерсек болады. Жаңа айтқандай, оның даже стильдеріне дейін өзгертіп жіберуіміз мүмкін. Хоп, онда кейінгі сабақтарды обязательно көрің. Құдай қаласа алдыда бұдан қиямет зор нелер бар, сабақтар бар, проектлер бар, практикалар бар. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.